Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Азиза. Бүгін осындай өте дәмді болып шығатын қабатты қаттаманан жасайтын боламыз. Сондықтан да видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге керек заттар ұн, тұз, сұйық май және де ыстық су. Ең алдымен ыстық суымызға тұзымыз бен сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Суымыз міндетті түрде ыстық болуы қажет. Содан соң оны ұнымыздың үстіне құйып, жақсылап араластыратын боламыз. Басында күрекшемен араластырамын, содан кейін қолымызбен қамырымызды илейтін боламыз. Қамырымызды осылай илеп аламыз да, содан соң оны салафанға салып, бөлме температурасына 20 минутқа қойып қоятын боламыз. Енді біз оған дейін салмасын жасайтын боламыз. Ол үшін пиязымызды алып, осылай ұсақтап, көбіктап турайтын боламыз. Оның үстіне тұзымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Ендігі жаңағы тұрған қамырымызды аламыз. Өте жылы болып тұр, себебі біз жаңа ыстық суға иледік. Енді оны астына ұнымызды сеуіп жіберіп, қамырымызды алып, осылай бөліктерге бөліп алатын боламыз. Ол сіздің табаңызға байланысты, әрине табаңыз үлкен болатын болса, үлкендеу етіп бөлсеңіздер болады. Менің табам кішкентай, сондықтан мен кішкентай қылып бөлетін боламын, және де кішкентай болып шыққаны әдемірек болатын сияқты. Енді оны осылай жұқалап, оқтаудың көмегімен жайып алатын боламыз. Осылай жұп-жұқа қылып жаямыз. Содан соң мендегі мына жағып жатқаным сары майды осылай ертіп алдым. Өте қатты суық болмауы қажет. Сол сары майымызды осылай жағып шығатын боламыз. Содан соң оның үстіне пиязымызды саламыз. Мен шамамен шай қасықпен 6 қасық салдым. Осылай жан-жағына қатты жібермейміз, тек ортасына саламыз. Енді оны осылай орап шығатын боламыз. Видеода көрсетілгендей барлығын осылай ораймыз. Содан соң оны улитка тәрізді осылай ішіне қарай тағы бір орап шығатын боламыз. Енді оны бөлек ыдысқа салып, тоңазытқышқа кемінде 15 минутқа қалдырып қоятын боламыз. Барлығын осылай істеп шығамыз. Енді оны ұнымызды төсеп, тоңазытқыштан жаңағы қамырымызды алып, бірінші қолымызбен үстін басып шығатын боламыз. Содан соң оқтауымызбен ақырындап жайлап басып шығатын боламыз. Қатты басып жүрмейміз. Пияздар бөлінеді, ол қалыпты жағдай, мән бермеңіздер. Содан соң қызып тұрған табамызға сұйық майымызды құйып, осылай екі жағын аударып пісіріп алатын боламыз. Сонымен менің қаттама наным пісті. Сіздер де жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет.